Ағымдағы жылдың 22 мамыр күні Астана қаласында бірегей іс-шара «Қытайдың ғылымы мен технологиялары» атты тақырыпта семинар орын алды. Аталмыш шара Қытайды зерттеу орталығы мен Каз-Ивент компаниясы ұйымдастырған еді. Семинарға еліміздің көрнекті сала мамандары, ғылым өкілдері, өкілетті академиялық қауымдастықтардың мүшелері, сондай-ақ жаңа технологияларды өндіру мен дамытуға бағытталған өнеркәсіп компаниялардың өкілдері қатысты. Жалпы Қытайдың ғылым техникадағы дамуына үлесі туралы айтсақ, жалпы 40 жылдың алдында Дeng Xiaoping деген Қытайдың реформа инженері болған. Сол кісі ғылым техника бірінші еңбек күш деген, өндіріс күш деп айтқан. Содан бастап Қытай енді жалпы ғылым техникаға, білімге өте көңіл бөліп, қаржы бөлген, соның нәтижесі болу керек. Жалпы қазіргі кезде Қытай жалпы ішкі өнім көлем жағынан әлемде екінші орынды алып жатқан. Енді біз бүгінгі семинар негізінде осы Қытайдың осы ғылым техника туралы қосқан экономикаға дамуға қосқан үлесі арқылы Қазақстан қандай тәжірибе алу, әлемдік тәжірибе сол. Қазақстан қалай дамыту, өзіміздің елімізді қалай дамыту, негізі сол тағылады. Жалпы жаһандану заманында әрқандай бір дамыған елдің үлгісі Қазақстанға әсер етеді деп ойлаймын. Оның үстіне көрші ел, алпауыт ел, әлемдегі жалпы ішкі өнімнен айтқанда екінші орындағы ел, оның үлгісі әрине әсер етеді. Жалпы мен енді экономика ғылымының докторы, профессор болғаннан кейін менің көңіл бөлетінім экономиканың дамуына әсіресе осы ғылыми қызметкерлер RD деп айтады. Енді ол зерттеу және даму туралы осыған жалпы ішкі өнімнің пайызы қанша елейді. Біздің елімізде енді әлі 1%-ға толған жоқ. Енді әлемдік тәжірибе бойынша айтқанда Израиль 5%-дан асып кетті. Америка негізінен 3-4%-ның аралығында. Жапония да сондай. Ал Қытай осы 40 жылдың ішінде 0,5-тен 2,5%-ға 3-ке таман таятқызуы, ол енді үлкен көрсеткіш деп есептеймін. Соған енді Қазақстан менің ойымша енді даму үшін айтқанда осы жаңадан жақсы өндіріс, жаңадан технологиямен осы ғылым саласында, білім саласындағы өндіріс күшті қабылдап, өзіміздің ерекшелігімізге сай бір система жүйе жасауымыз керек екен деп ойлаймын. Қытай енді жалпы айтқанда, енді әлемдік тәжірибе бойынша айтқанда, Қытай бір экономика тұрғысынан алып айтсақ, бір халықтың көптігі, екінші адами капиталға көңіл бөлгендігі. Сонда енді жалпы 40 жылдың алдында мына болашақ сияқты бағдарлама болған, оларда да. Сонда әлемнің әрқандай Америка, Жапония, Германия, Англия сияқты дамыған елдердің өзінің қажетті даму үстіндегі тәжірибелерін алмастыру, оқыту деген сияқты. Соның жемісін 10 жыл емес 20 жылдан кейін 2000 жыл 21 ғасырда өнім беріп жатыр. Мен ойламақшы болғаным, мен айтпақшы болғаным, Қазақстанда осы арқылы жалпы осы болашақ бағдарламасының саны мен сапасын қалай көтеру, қай салаға ден беру, қай салаға көңіл бөлу, Қытайдың тәжірибесін, ол халықтың саны емес, жалпы. Кезінде Уильям Сорс деген 1972 жылы, жаңылмасам, Нобель сыйлығын алған Американың экономика профессоры бар. Сол кісінің айтқан бір сөзі бар, жақсы сөзі. Жалпы бір өңірдің шикізат байлығына мол басты мәселе емес. Адами капиталдың сапасы сол ең бірінші мәселе. Сонда мен ойлаймын, Қазақстанда біз 20 миллион халық саны осыны сапаландырсақ та жалпы Қытайдың ана сан жағынан тұрған нәрселермен одан ұтуға болатын нәрселер әлі көп екен деп ойлаймын. Әлемдік тәжірибе бойынша айтқанда не алу керек? Бір мәтел бар, қауызын алып дәнін алу деген. Сыртындағы нәрселердің маңызды емес, ол ішіндегі ең маңызды дәнін алу сол маңызды екен деп ойлаймын. Енді сонда Қытайдан не үйренсек болады? Ол сандық мәселесі емес, сапа. Бізге не керек? Барлығын үйрену емес. Біз қайткенде қайталап айтам, жаңағы сөзді. Бізге сан емес, сапа керек. Соған жалпы адам капиталды жақсы өсіру керек. Екінші, осы ғылым жағындағы, әсіресе өндіріс жағындағы ғылыми еңбектер RD дейді. Осы жақтағы ғылыми еңбектерге өкімет назар аударып, оларға көп қаражат бөлінсе, олардың жағдайын жақсарса, кейін міндетті түрде кейін болашақта осылар өнім беретініне сенім.